Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Сіздермен Гүлназ Жасталапқызы. Бүгінгі Қазақ Үні радиосының арнаулы шығарылымы білім шырағын жаққан аяулы жандарға арналады. Қазан айының 5-ші жұлдызы ұстаздар күні. Ұстаз мәңгілік ізгілік пен білім нұрының жаршысы. Мектеп қабырғасында алған әрбір тәрбие мен білім сіздердің маңдай тер еңбектеріңіздің жемісі. Сіздердің құрметтеріңізге Фариза Оңғарсынованың ұстаз туралы тамаша өлең жолдарын жолдаймыз. Заводта болсаң күнбе-күн көрінер еді табысың. Дәрігер болсаң түрлемін сырқаулы жанның бағышын. Ал сенің еңбек жемісің өзгеше тіпті басқадан. Ол өзін арнап ел үшін осынау жүрген жақсы адам. Жақсы адам елдің тірегі, байлығы туған халықтың. Шапағын шашар үнемі көгінде тұрған жарық күн. Сан жастың қамын шертесің, тағдырын ойланып толғанып. Әр үйдің бір-бір еркесін үйреттің өзің қолға алып. Ұстазсыз жанда сөнбек күн, шәкіртсіз өмір сусыз жел. Көрінбес ғажап еңбектің бейнетін кешіп жүрсіздер. Жүректе тұра жалқының, жанымда жалын жігер күт. Ұстазым, сенің әр күні, әр сәтің тұрған бір ерлік. Құрметті ұстаздар, Қазақ Үні радиосы осы апта бойы ұстаздарға құрмет көрсетуді жалғастырады. Ертеңгі ел тірегі бүгінгі шәкірт. Ұстазға деген алғыс әр жүректе. Біліммен нұр шашқан күндеріңіз жарқын болсын. Ізгі тілекпен Қазақ Үні радиосы. Келесі кездескенше. Ұстаздарға арналады әнім, сусындатқан бойға білім нәрін. Білім болмай әр адамда жаным, ұғалар ма бұл өмірдің мәнін. Өтпес үшін құр бекерге күнің, бізге керек тәрбие мен білім. Ұстаздарға алғыс айтам бүгін, шәкірт үшін көрмей өткен таным. Мереке бүгін ұстаздар күнің, артсын қоғамда құның. Сыймай құшаққа гүлің, сыймай құшаққа гүлің. Ей, көңіл толқиды бүгін, бермей жүрекке тыным. Шаттық мереке көңіл, артсын
Наконец-то моя очередь! Боже, пусть будет Рим!